Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 75-ші сабақ, 35-ші жаттығу. Мәтінді тыңда. Өнерлі бала. Өсер анасына еріп, жақын ағайындарына қонаққа келді. Бұл үйде Бекжан деген бала мен оның қарындасы Гүлжан бар екен. 3 бала үлкендерге араласпай, бөлек бөлмеде ойнады. Бекжан мен Гүлжан барлық ойыншықтарын жайып салды. Олардың ішінен Өсерге зымыран ойыншығы қатты ұнады. Әлден уақытта Өсерді анасы шақырды. Ол отырып, шай іше бастағаны сол еді, баж етіп жылаған Гүлжанның дауысы естілді. Іле-шала ол ботадай боздап жылап кірді. Қолына зымыран ойыншығын ұстап алыпты. Не боп қалды? Бекжан мынаны сындырып тастады. Гүлжан, деді осы кезде орнынан тұрған Өсер. Жүр, өзіміз жөндеп көрейік. Әлден уақытта қонақ бөлмеге Гүлжан жүгіріп келді. Әке, ана, міне жүреді, деді. Өсер жөндеді, деді. Енді ғана батылдана есік алдына келіп тұрған бүлдіргіш Бекжан. Жарайсың балақай, өнерлі екенсің деп мақтай бастады бәрі. Өнерлі өрге жүзеді дейді халық. Енді балалар мәтін бойынша тапсырмаларды орындап көрейік. Мәтін мазмұны бойынша төмендегі ақпараттардың дұрыс-бұрыстығын анықта. Өсер анасымен бірге қонаққа келді. Иә, бұл дұрыс ақпарат. Бекжан Гүлжандармен қосылып кітап оқыды. Жоқ, бұл қате ақпарат. Гүлжан дауысын шығармай жылады. Бұл да қате ақпарат. Зымыран ойыншығы Өсерге ұнады. Иә, бұл дұрыс ақпарат. Өсер ойыншықты желім ермексаздың көмегімен жөндеді. Бұл қате ақпарат, себебі мәтінде ойыншықты немен жөндегені туралы ақпарат жоқ. Өсерді өнерлі бала екенсің деп мақтады. Иә, бұл дұрыс ақпарат. Келесі тапсырма, мәтін кейіпкерлерінің әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Мәтіндегі Өсер деген бала өте ақылды және де өнерлі бала. Ал Гүлжан болса өте ерке қыз және де айтқанынан қайтпайды. Ал Бекжан болса өте бүлдіргіш, ақылсыз бала. Сөздерді оқы. Әр қатарда берілген 5 сөздің қайсысы артық? Неге? Бірінші, Өсер, Гүлжан, Бекжан, зымыран, ана деген сөздер берілген. Бұл жердегі ана деген сөз артық болуы мүмкін. Себебі Өсер, Гүлжан, Бекжан деген балалардың аты мен зымыран деген ойыншықтың аты берілген. Екінші, ағайындар, үлкендер, қонақтар, нағашы, ойыншықтар. Бұл жерде ойыншықтар деген сөз артық болуы мүмкін. Себебі ағайындар, үлкендер, қонақтар, нағашы, туыстық атаулар берілген. Ал ойыншық деген бұл жерде артық болып тұр. Үшінші, ойыншық, бөлме, бүлдіргіш, балақай, халық. Бұл жердегі халық деген сөз артық болуы мүмкін. Ал ойыншық, бөлме, бүлдіргіш, балақай деген мәтінде бұл сөздер кездесіп тұр. 36-шы жаттығу. Белгілі суретші Ағымсалы Зелхановтың аңшылық атты суретіне зер сал. Сурет несімен қызықтырды? Суретті көріп, қандай сезімде болдың? Ойыңмен бөліс. Суретке қарағанда бірден көзге түсіп тұрған аңшылық өнерді жетік меңгерген ер жігіт пен жүйрік ат, құмай тазы, қыран бүркітті бірден байқауға болады. Сурет бойынша қысқа мәтін құрастыр, оны айтуға дайындал. Құрастырған мәтініңді жаз, жазғаныңды тексер. Менің әкем аңшы. Оның жүйрік аты мен құмай тазылары бар. Әкем аңға қыстың тынық жайлы күндері шығады. Ол әр қансонарға шыққан сайын қанжығасы бос келген емес. 37-ші жаттығу. Өтірік өлеңнің қатесін түзеп жаз. Шалғы қайрап қаймақпен, шұбат іштім қайрақпен. Шортан аулап шарбақпен, шөп қоршадым қармақпен дейді. Ал бұл жерде дұрыс нұсқасы шалғы қайрап қайрақпен, шұбат іштім қаймақпен. Шортан аулап қармақпен, шөп қоршадым шарбақпен. 38-ші жаттығу. Сызбадағы сурет пен тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрап айт. Лаура мектептегі үздік оқушылардың бірі. Мектептегі барлық іс-шараларға белсенді қатысады. Биыл қыз сыны байқауында бас жүлдені жеңіп алды. Ол 10 саусағынан
өнері тамған өнерлі қыз ою ойып кесте тігеді. Сабақтан кейін өнер үйірмелеріне барады. Онда ән салып би билейді. 39-шы жаттығу шығармашылық үзіліс. Пирамидадағы цифрларды нақыл сөз шығатындай ретпен орналастыр. Егер де цифрларды ретпен орналастыратын болсақ, өнер жігіт көркі деген нақыл сөз шығады екен. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар.